Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Кешегі видеода 2-3 көрерменім деп едім, көбейіпсіздер. Рахмет, қуаныштымын. Бүгін сіздермен сырнике жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге сүзбе, жұмыртқа, ұн және қант керек. Төменге описанияға қанша грамм екенін жазатын боламын. Ал енді бастайық. Бірінші сүзбеге 2 жұмыртқамызды қосып, жақсылап блендерден еземіз. Бір жасағаннан шығатын сырнике жасалу жолы өте оңай, тек сүзбені дұрыс таңдасаңыз болғаны. Көп жасап, тоңазытқышқа қатырып қойып, кейін керек кезде пісіріп ала берсеңіз болады. Қант қосамыз. Қатты тәтті болғанын қаласаңыз, қантын көптеу қоссаңыз болады. Жақсылап блендермен езіп аламыз. Осындай қою қаймақ сияқты болады. Және ұнымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай ұнымызды аламыз. Және бір қасықтан 2 қолымызды ұнға жағып алып, дөңгелек форма жасаймыз. Менде осындай көлемі кішкентай және қалыңдығы осындай болады. Жегенге де ыңғайлы. Көлемін, қалыңдығын өзіңіз қалағанша өзгертсеңіз болады. Қалың қылуға болады, жұқа қылып жасауға болады. Сковородкамызға сары майдан саламыз. Сұйық майда болады, бірақ сары маймен дәмдірек шығады. Екі жағын қызартып аламыз. Сырникелардың осылай көлемі үлкейеді. Тағы бетін бірнеше минутқа жауамыз. Біздің сырникеларымыз дайын болды. Біздің сырникеларымыз әп-әдемі, пышный, қысқа деп қатырылған малиналармен қосып жейтін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.